Жер дауына байланысты митингілер кезінде алаңдағыларды ұстауға бұйрық берген шенеунік министр Саясат Нұрбек пікір білдірді. Қазақстанның жаңа ғылым және жоғарғы білім министрі Саясат Нұрбек ант қабылдау рәсімінен кейін журналистердің сұрағына жауап берді. Онда ол 2016 жылы Алматыда жерді сатуға қарсылық ретінде өткен митингілерді басу кезінде рөлінің қандай болғанын айтты. 2016 жылы жер кодексіне енгізілген өзгертулерге қарсы наразылық басталғанда Саясат Нұрбек Алматы қалалық ішкі саясат басқармасының басшысы қызметін атқарған. Бұған дейін ақпарат беттерінде жаңа министрдің наразылыққа қатысқандар мен журналистерді ұстауға тікелей бұйрық бергені туралы ақпарат тараған еді. Алайда министр ол кезде өзі басқаратын мекеменің полиция мен прокуратураны басқаруға, адамдарды ұстауға бұйрық беріп, қамауға алуға рұқсат беруге құзыреті болмағанын айтып ақталды. Мен митингілерге заң мен тыныштықты сақтап тұру үшін ол жерде Құдай сақтасын ешқандай қан төгілмей заң бұзушылықты болдырмас үшін баруыма тура келді. Сол жылдардағы қайғылы оқиғалар естеріңізде болса, мен басынан аяғына дейін оқиғаның ортасында болып, процесті бақылауға тырысқан санаулы мемлекеттік қызметкерлердің бірі болдым. Мен жерге қатысты митингілерден кейін арыз жазып, жұмыстан шығу арқылы өз ұстанымды білдірдім, дейді министр үкімет отырысынан кейін.